Баршаңызға сәлем. Бүгін біздің балалық шағымыздан бізге таныс винегрет салатын жасаймыз. Бұл тәсіл менің өзімнің жеке жасау тәсілім. Егер де ұнап жатса, жасап көріңіздер. Біз алдын ала суға пісірілген картофелімізді 4 бөлікке қылып турап шығамыз. Артынша сондай-ақ суға пісіп дайын болған сәбізімізді 4 бөлікке, яғни кубиктарға бөлеміз. Енді қызылшамызды аламыз. Жаңағыдай 4 бөлікке кесіп аламыз. Ең бастысы біздің салатымыздың дәмді болуы, ол осы қызылшаға байланысты. Егер де қызылша тәтті болатын болса, біздің салатымыз да міндетті түрде дәмді болады. Капустамызды осылай майда қылып турап шығамыз. Барлығын осылай бір ыдысқа салып аламыз. Жасыл пиязымызды турап саламыз. Үстінен тұз және де қарабауыр салып, артынан сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де мен ас көп, яғни укропты қосқанды жақсы көремін. Солай жасап көріңіздер, өте балғын болып, өте дәмді болып шығады. Міне сонымен салатымыз дайын болды. Қаласаңыздар, горох салсаңыздар да болады. Бірақ осылай да өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.